Биылғы 2024 жылы НИШ және БИЛ мектептерінде емтиханда келген есептердің бірін талдап көрейік. Бірінші есепте жай көбейткіштерге жіктелген сандардың ең үлкен ортақ бөлгішін табыңыз дейді. Бұл жерде нені айтып тұр? Жай көбейткіштердің ең үлкен дегенсін, осыған назар аудару керек. Ең үлкен деп, осыған назар аударайық. Ортақ көбейткішін табу керек. Ол бізде 3 көбейтілген 7 көбейтілген 11-дің квадраты және 3-тің квадраты көбейтілген 11 көбейтілген 3. Енді бұны жеке-жеке талдап жазамыз. Ол дегеніміз не? Міне 3 көбейту 7 квадрат дегенсін оны ашық жазамыз. Ол дегеніміз 11 көбейту 11. Екіншісі 3-тің квадраты. Значит, 3 көбейту 3 көбейту 11 көбейту 13. Квадраттарды біз ашып жазып алдық. Енді бізге ең үлкен ортақ көбейткіші дегеніміз сөз, екі жағында да бірдей кездескен сандардың жұп сандарын тек бір санын алу деген сөз. Ол дегеніміз не? Қарап отырсаңыздар, 3 неше екеуінде де кездеседі. Міне, біріншісінде де кездеседі, екіншісінде кездеседі. Значит, бізде бұда тек бір 3-ті аламыз. Міне, екінші 7 кездесе ма екінші жақта? Кездеспейді, алмаймыз. 11 кездеседі ма? Кездеседі. Міне, жұп. Значит, біреуін аламыз. 11. Тағы 11 кездесе ма? Кездеспейді. 13 кездеспейді. Значит, бізде ең үлкен ортақ бөлгіші дегеніміз сол санның жұп сандардың біреуін алу деген сөз. Значит, бізде тек 2 сан кездесіп тұр. 3 пен 11. Екеуін көбейтіндісі неше болады? 3 көбейту 11-ің 33. Значит, бізде ең ортақ бөлгіші ол бізде 33. Жауап варианттардан қараймыз. Значит, бізде С жауабы дұрыс.